Таңдырлы болсын, қадірлі көрермен, тікелей эфирде Таңшолпан. Иә, біз сіздерге уәде еттік. Біздің студиямызда жаңа әннің тұсауы кесіледі. Ол әнді орындайтын қазақ эстрадасындағы ең әдемі әнші деп айтуға болады. Кім? Қарақат Әбілдина. Қарсы алайық. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Келе ғой біздің жанымызға. Солай ма еді? Қалайсың? Қандай таң атпай әдемі тұрсыңдар бәрі Сені көргенге қуаныштымыз. Сен келіп едің біздің студиямыз. Одан да керемет жарқырап кетті. Рахмет. Иә, жаңа жыл қарсаңында тағы да жаңа ән жазылыпты. Соны біздің Таңшолпанда қазір кестік. Әдеттегідей ғой. Әдеттегідей жаңа ән жазсақ Таңшолпанда тұсауын кескіміз келіп тұрады, асығып тұрамыз. Сол үшін алғысымызды білдіреміз. Ұлттық арнадағы Таңшолпан бағдарламасының жалпы менің өмірімде де алатын орны ерекше. Және де сіздерге осындай ертемен тұрып, осындай әдем болып жарқырап, елге көңіл күй сыйлаудың өзі бұл үлкен өнер ғой. Иә, оның үстіне жаңа жылды қарбаластың арасында барлығына үлгеріп, уақыт тауып келгеніне рахмет. Осы тұрғанда 3-4 сағаттық ұйқымен тұрмын, шынымды айтсам. Бұл не деген ерлік, бұл не деген керемет халыққа қызмет. Сондықтан да кәсіптеріңізге береке тілеймін. Ал барша көрермендерге қайырлы таң, әдемі көңіл күй тілей отырып, бақыт жайлы ойлама деген әдемі ән. Жарасқан Төлебайдың әні, сөзі Елжас Әбділда деген азамат сөзін жазған. Осындай бір тамаша әнмен бақыт деген не өзі деп басқа тұрмаңыздар. Осы екі-ақ шумақтан тұратын әнде барлығы айтылған. Бақытты болыңыздар, қабыл алыңыздар. Сахна төрезіңізде. Қарақат Әбілдина, жаңа әннің тұсауы кесіледі. Қымбатты көрермендер, жақсылап бір назар салып тыңдаңыздаршы. Алтыным, бақыт деген мүмкін сенің әр күнің. Шынымды айтсам ойламаппын ол жайлы, сен жанымда жүргенсің бе жарқыным. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана, ең бақытты жанды көр, қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана, ең бақытты жанды көр. Жайлы ойлама. Бақыт деген не дейсің бе асылым, жаратқан деп жылауың ғой жасырын. Басқалардың бақытына қызықпа, бақытты бол мынау сенің ғасырың. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана, ең бақытты жанды көр, қарағанда айнаға. Жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана, ең бақытты жанды көр, қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама. Жайлы ойлама. Рахмет. Бұл біздің жаңа жылдық көңіл күй. Рахмет сізге. Рахмет. Әңгімені енді өзіміздің ортаға келді. Жақсы, рахмет. Жалғастырайық. Сізді шығарып салайын. Ал көңіл күйіңіз бәрі жақсы ғой.
көңіл күй айтып отырмын ғой, таң шолпанда көңіл күй деген бірден керемет болады ғой. Енді жаңа жылға 4-ақ күн қалды. Жаңа жылға деген дайындығыңыз қалай? Соны білейік. Жаңа жыл енді менің ойымда ол балалардың мерекесі. Балалар үшін, солардың көңіл күйі үшін мынандай жырқыратып шыршаны жандырып қоямыз. Тәтті дәмді, әдемі дастарханымызды молайтып, сыйлықтарын алып беріп, демек балалардың көңілін көтеру үшін біз жаңа жылды қарсы аламыз әдемі көңіл күймен. Бірақ енді ол деген сөз бір Аяз атаға сыйыну, Аяз атаға сену, осы Аяз ата, оны бәрін мен балаларым біледі. Дегенмен де әдемі мереке, күнтізбенің ауысуы, жаңа жылдан барлығымыз үміттіміз, жылды қорытындылаймыз деген сияқты өте жақсы ғой. Бала шаға өсіп жатыр, бәрі жақсы. Өсіп жатыр, бәрі жақсы, рахмет. Енді бақыт жайлы ойлама дедіңіз. Бақыт деген әр таңымыз, әр күніміз. Бұл ән жайлы айта кетсеңіз, қашан шықты, жарыққа, кіммен жұмыс істелді, шығармашылық? Әншілер әдетте өзінің ішкі ойын ән арқылы жеткізеді. Әнді таңдауға келгенде мен өте өзім табиғатыма тән, өзімнің негізгі айтқым келетін ойымды жеткізетін әнді кездестіріп жатсам, мен ол әнді бірден жабысамын, бірден ақшасын төлеп, сатып алып, бірден өңдетіп дегендей процесс басталып кетеді. Соңғы жылдары Жарасқан Төлебай деген талантты қызылордалық жас талантты әрі әнші, әрі композитор осы азаматпен жұмыс жасап жүрміз. Мынау жақсы адамдарым, алғыс, біраз біздің репертуарымыздағы тамаша әндердің және дуэтпен шырқаған Бақтаптым сені жолықтырып деген жаңа әніміздің де авторы осы азамат. Енді мінекей бақыт жайлы ойлама деген нағыз өзімнің осындай бір тақырыпта өте бір түсінікті болатын, екі-ақ шумаққа сыйғызатын, жаңағыдай жеткізетін сондай бір ән болса деп жүредім. Сол бір сәтімен кездесті деп ойлаймын. Және де әуені, әннің жалпы энергетикасы ол кәдімгі менің өзімнің жан дүниеммен ұштасып жатқандай. Бақыт деген тыныштық қой, түйгенім. Шын мәнде бақыт деген ол адамның жүрегінің тыныштығы. Тыныштық бар жерде береке бар. Сондықтан да сондай бір түсінікті қарапайым тілмен бақыт деген үлкен күрделі ұғымды түсіндіріп қана беретін, былайша айтқанда мотивация беретін, ешкімнің еңсесі түспей, өмірге жаңағыдай ренжімей, өкпелемей, ешкімге әр таңда өзіне айнаға қараған кезде ең бақытты, ең сұлу, ең жолы болған жақсы жан екенін сезінсе екен деген тілек айтқым келеді. Сіздің енді әндеріңіз рахмет айту, алғыс айту, соңғы кездері сондай бір шабыттандыратын, мотивация беретін әндер. Махаббат жайлы әндері қайда қалды? Махаббатты Қыдекен екеуміз айтамыз ғой. Бізде тараздың екі ұшы негізі тең. Махаббат, сезім, оның ішінде жолы болған махаббат, бағы жанған махаббат, шынайы бүгінгі күйімізді жырлайтын дуэтпен бірге қос дауыста шырқалатын әндеріміздің бәрі тұнған махаббат. Сондықтан да махаббатты да жырлаймыз, кәдімгідей ішкі жан дүниемізге тән тақырыптарды да, жаңа дұрыс айтасыз, мынау індет кезінен бастау алған шығар мүмкін, жаңадай мотивация беру, адамдардың біраз еңсесін көтеріп, еш нәрсеге түңілмейік, бәрі жақсы болады деген нәрсені, осындай нәрсеге адамдарды үндеу, ән арқылы жеткізу деген ойға қалай болғанда да сол бір індеттің негізі үлкен себебі бар деп ойлаймын. Енді індет деп айтып жатсыз ғой, жалпы 2 жылды алып тастағанда сіздің жалпы шығармашылықта өнерде жүргеніңізге биыл 20 жыл. Дұрыс айтасыз. 20 жылдыққа қандай жоспарлар болып жатыр, дайындығыңыз қалай болып жатыр? Кеше ғана мінекей бүгінгі таңда 20 шақты әр еліміздің түкпір-түкпірінде Қарақат мектебі жұмыс жасап тұр. Әр мектепте 600-ден 1000-ға жуық шәкірттер тәрбиеленуде. Күні кеше ғана Барыс аренасында Димаш Құдайбергенов ағаларымен бір сахнада, біз біргеміз жобасында өнер көрсетіп, біз концертті ашып берсек, Димаш ағалары әдемілеп жарқыратып жауып берді концертті. Сол жерде барлық өңірдің басшылары келіп, биыл мектебіміздің 15 жылдығы. Менің шығармашылығымның, жаңа айтып отырсыз, 20 жылдығы алдағы көктемде осы үлкен әдемі мерекелік күндерімізді үлкен концертпен халыққа есеп беріп тойламақшымыз, жоспар
жүріп жатыр. Одан да айтады ғой қазақ, асатпай жатып құлдық деме дейді. Мысалға, одан да басқа, мысалға, кітап шығару болсын, ұрпақтың игілігіне жас шәкірт тәрбиелеп жатқаннан кейін, сол балаларға оқулық ретінде, ән жинақ ретінде, одан концерттен тыс сондай да жұмыстар жүріп жатыр. Дайындығымыз, жоспарымыз айқын, алдымызға қойып отқан мақсатымыз айқын. Құдай қаласа, аман болсақ, барша көрермендерімізді міндетті түрде өзіміздің тың әдемі жаңалығымызбен қуантамыз, шақыратын боламыз. Ол кезде де Таңшолпанға келіп айтамыз ғой бұйырса. Әрине, өйткені кез келген уақытта өзіңізге есік ашық, тұсаукесер болады десеңіз де, басқа тың жаңалықтармен бөлісем десеңіз де. Енді өңір-өңірді аралаймыз деп жатсыз ғой. Қай өңірден бастауды аласыздар? Негізі қазақтың қай жері болмасын бізге жат емес. Енді біздің көрермендерге сәл бір құлақ қағыс болсын деген. Әсіресе мынау батыс өңірі бір қызуқандылау, сондай бір өнерге деген ерекше ықылас. Күтіп алуы барлығы бөлек, сондықтан батыстан бастау алатын шығар. Сөйтіп алыстау ғой енді батыс. Алыстан арбап келіп, жақыннан дорбалап бүйтіп қарағандымыз бар мына маңайда. Сөйтіп айналамыз өзіне бәрі санаулы ғана облыс аймақтары бар бізде, соны аралап шығып, ең нүктесін қоятын сол елорданың үлкен сахнасы, Алматыда үлкен сахнада берсек деген жоспарымыз бар, Құдай қаласа. Ол жерде бір өзіңіз айтқанды бағанағы жаңа тың әндері де бір орындалып, басқа да бір дуетте міндетті түрде жалпы үнемі бір нәрсені езіп қайталай беруді біз онша ұната қоймаймыз, және ол онша дұрыс та емес шығар. Жаңа бағдарлама, өйткені осыдан жаңа 20 жыл деп отырсыз ғой, осыдан 10 жыл бұрынғы, 15 жыл бұрынғы қарақат пен қазіргі қарақат салыстыруға келмейді. Қанша дегенмен уақыт өз дегенін алады, уақыт өтіп жатыр, заманда әртүрлі өзгерістер. Сол демекші адамның да бойында өзгерістер болады. Көзқарас өзгереді, сезімің, ойың өзгереді. Сондықтан да соған сай сенің айтар әндеріңде де тақырыбы өзгереді. Тіпті ән айту мәнерің өзгереді. Дауысыңда да бір өзгерістер болады. Ол енді табиғаттың заңы, сондықтан да бұйырса жаңа бағдарлама, жаңа орындауда деп. Міндетті түрде күтеміз сонда. Енді жалпы айтып жатырмыз ғой, сізбен біз сахнада тек әріптесеміз, біз гитара тұр. Сондай ма? Көрейік? Бірге орындасақ. Сәл бір ертерек айтқанда тіпті күшті болатын еді. Алып берейін, енді біз, сіз ойнайсыз ба, мен ойнауым керек па? Сіз өзіңіз ойнасаңыз. Саған, мына Таңшолпан деген мені әптен. Енді біз сондай керемет ақпаратты сазды бағдарлама болғаннан кейін, әнді де сазды да міндетті түрде сұраймыз. Енді 3-ақ аккорд білем гитарада. Содан бастайын әңгімені. Көкжиек күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін әрақ таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғы жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс. Жарықты сыйғып беріп, сана беріп, жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас пен кәріге. Алғыз бауырға, алғыз ауылға, алғыз елдің бәріне. Алғыз елдің бәріне. Ал, мың алғыз баршаңызға. Нағыз болды ғой. Тамаша ән, тамаша орындау. Енді Гүл екеумізден жоқ, ән орындап берді жоқ. Бексұлтан, гитараны алшы. Мүмкін Қыдекең екеуің айтатын бір әнді орындап жіберейік. Таңғы елес ба? Өзің едің тірегімде. Әне. Кел, Қонысбек. Тамаша. Енді Қарақат студияға келген кезде біз енді барынша ән айтып Қарақат ханым, енді білесіз сол қазір ескі әндерге қайта бір өң беріп, солай. кавер нұсқада айтып жүрміз ғой. Өзіңіздің сол әніңізді айтсақ. Ескендір Хасанғалиев, Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған «Айналайын». Бұл әнді кім білмейді? Ал кеттік.
тірегімде жыр боп тұндың жүрегімде, мені сенбей түсінетін кім бар екен бұл өмірде. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайын, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Тағы да әрі қарай. Саған мәңгі борыштарымын, көңіліме қоныстандың, азаматтық ажарыңа мақтау айтсам намыстандың. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайын, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайын, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Ой, тамаша. Бүгін кәдімгі әнге толған егер болды ғой. Ой, айтпаңыз. Енді Қарақат біздің студиямызға бүгін жаңа жыл қарсаңында келіп отырсың. Жақында ғана біз 30 жылдық тойымызды тойладық. Енді Таңшолпанда жаңа әндердің тұсауы кесіледі, жақсы жаңалықтарыңмен бөлісіп жүресің. Енді бізді көріп отырған көрермендерге жаңа жылға күшті бір жақсылап тілек айтсаң болады. Иә, мен Таңшолпан бағдарламасына ерекше алғысымды білдіремін. Мен ғана емес, жалпы өнердегі көптеген әріптестерім өзінің ең бір жап-жаңа жаңалығын осы Таңшолпаннан бөлісуге әрқашанда ынтық. Себебі Таңшолпан ол қай кезден Таңшолпан ғой? Біздің ата-аналарымыздың заманынан Таңшолпан бағдарламасымен таң атырды. Таңшолпаннан шыққан жас әншілер, жаңа жаңалықтардың барлығын сол сіздердің осы бағдарламаларыңыз арқылы танысып, біліп, сондай бір керемет халықты қуанышқа бөліп келе жатсыздар. Сондықтан да не дейміз, үлкен іс атқарып жатсыздар. Таңмен ерте тұру, әйелдің бір іс артық болса, еркектің ырыс артық дейді ғой, ерте тұрып. Сол демекші, ол өте дұрыс айтылған. Дәл осы уақытта пысылдап, ұйықтап жатқан адамдар қаншама, осы бір тамаша көңіл күй, осы бір ғажапты көре алмай қалып жатқандар қаншама. Сондықтан да әрине өмір қысқа деп жатамыз, қамшының сабындай. Осы қысқа өмірде әрқашанда айтарым, сыйластықта өтейік, бір-бірімізге ең тез қабыл болатын тілек дұға ол адамның сырттан біреуге тілеген дұғасы дейді. Демек, біз таниық ол адамды, танымайық, адамзат бір-бірімізге әрқашанда тілекші болайықшы. Бір-біріміздің жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырайықшы. Сол кезде ғана біз ел ретінде өсеміз, және де жақсы ой ойлаған, жақсылық тілеген адам, біреудің қуанышына, жетістігіне қуана білген адамға ол еселеніп өзіне қайтатыны ол 100%. Сондықтан да осындай бір сөздерді айтудан әрқашанда жалықпаймын. Бір-бірімізге тілекші болайық. Еліміз өркендесін, ең бастысы тыныш заман болсын, сәбилеріміздің ұйқысы тыныш болсын, әр отбасында береке болсын. 23-ші жыл сүйіншісімен, есте қаларлық жаңалығымен келсін. Әрқайсыңызға шын жүректен бақыт тілеймін. Ал бақыт деген ол тыныштық. Тамаша. Қымбатты көрермендер, Мінекей Қарақат өзінің барлық шын жүректен шыққан тілектерін айтып өтті. Жақсы адамдардың жақсылығын, қуанышын, бақытын әнмен сіздерге жеткізіп жүрген Қарақат, саған көптен көп рахмет. Таңнан келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді өзіңіздей әдемі адамдарымыз бар да, әдемі әншілеріміз бар да, өмір көркем, сіздермен өмір көркем. Ал бүгінгі сағат 12:00-де өтетін өмір көркем бағдарламасында не айтылады? Бірге көрейік.